саламатсыздар, қалдарыңыз қалай? Біз сіздерге арнап осындай сайт жасап қойдық, барлық тауарларды салып отырамыз. Мына жерде біріншіден сіздер тауарды былай қарап шықсаңыздар болады, иә. Next дегенді бассаңыз келесі бетке, немесе 2, 3, 4, 5, 6 деп странаның беттің нелері тұр ғой. Соны былай бассаңыздар болады, келесіге ауыса береді. Немесе фильтр деп тұр, мына жерде фильтрдің значогымен фильтр деп тұр, соны бассаңыздар болады. Мына жерде түрлеріне бөліп қойғанбыз, иә, каталог. Сосын бағасына қарай нетсеңіз болады, талдасаңыз болады, өзгертсеңіз болады. Енді ол бағасына қарай өзгертпей қойыңыздар. Мынау каталог арқылы қарасаңыздар оңайырақ болады. Немесе мына жерде search поисковик тұр, поисковикке жазсаңыздар болады. Мысалға, сізге тряпка керек болса, толық жазбай бір 2-3 әріпін жазсаңыздар да, сол 2-3 әріп бар нелердің барлығын шығарып береді. Егер тауар көп болған кезде таппай жатсаңыз, осылай істесеңіз болады. Немесе мына екінші нені басу арқылы сортировать етсеңіз болады. Рейтинг арқылы, новый, жаңа тауарлар бағасы арқылы солай. Сосын тауарларды неге корзинаға қойсаңыз болады. Бірінші корзинаға қойып аласыздар заказ беретін кезде. Біз екі түрлі жағдай бар, мен біріншісін айта кетейін. Біріншісінде регистрация жасамай тікелей заказ берсеңіз болады, ешқандай телефон номермен немесе электронный почтамен регистрация жасамай тіркелмей заказ бере берсеңіз болады. Ал екінші жағдай тіркеліп заказ беретін жағдай. Екеуінде қандай ұқсамастық бар дегенде, тіркелмей заказ беру сіздерге ыңғайлырақ болады, оңайырақ болады. Көп кісілерде, үлкен кісілерде әсіресе электронный почта жоқ болуы мүмкін, сондықтан тіркелу қиындау болады. Бұл сайтқа тек қана электронный почта арқылы тіркелу керек болады. Енді электронный почта арқылы тіркелсеңіз қандай артықшылығы бар дегенде, кейін мүмкін мысалға бірыңғай бір суммаларға жеткен кезде, мысалға 100 мың теңге, 500 мың теңгеге жеткен кезде мәлім пайыз скидка жасалуы мүмкін. Соны біз сайттан настройка жасап, сіздерге автоматты түрде солай скидка болуы мүмкін. Бонустар болуы мүмкін. Одан кейін сіз электронный почта арқылы тіркелгеннен кейін сіздің тауарыңыз салынған кезде бірден сізге тауарыңыз салынды, жолға шықты деген сияқты сообщениелер барып тұрады. Тауарыңыздың бүкіл данныйлары барлығы сіздің электронный поштаға түсіп тұрады, алған тауарларыңыздың тізімі. Ал тіркелмесеңіз ондай не жоқ, ондай сервистер жоқ болады. Енді заказ қалай береміз дегенде, осылай қарап болғаннан кейін, немесе жаңағындай іздеп қарағаннан кейін тез-тез заказ берем десеңіз, бірден мына корзина дегенді бассаңыз болады. Немесе кіріп тауармен толық танысып, сол жерден санын толтырып не істесеңіз болады. Енді екінші жағдайды айта кетейін. Мына тауардың үстін басамыз, мысалы лампочка болса, бастық, соны былай қарап шықсаңыздар болады, немесе мынаны үлкейтіп қарасаңыздар болады. Қарап болғаннан кейін мынау жердегі қате белгіні бассаңыз қайтып кетеді. Мына жерде тауардың аты, бағасы, қанша штук бар, мынадан 28 штук бар, мысалы осылай тұр. Болғаннан кейін мына жерде толық описаниясы, қалай кейбір тауарлардың істетілу жолдары, артықшылықтары барлығы бар. Енді алатын тауарыңыздың санын мына жерге жазасыз. 14 10 штук деп жазсаңыз болады, немесе 5 штук деп жазсаңыз болады, немесе мынау плюс-минус деген белгі арқылы азайтып көбейтсеңіз болады. Сосын барып санын тұрақтандырғаннан кейін корзина дегенді бассаңыз болады. Басқанда міне корзинаға қосылды. Ал енді екінші жағдай, мынандай көп түрлі параметрлерде мүмкін оның размері ұқсамауы мүмкін оның түстері ұқсамауы мүмкін. Сол сияқты жағдайда мынандай екі түрлі, немесе одан да көп түрлі варианттарда тұрады. Мысалы, орамалда 35-те размеріне қарай 60-та 30, немесе 75-те 35 екі түрлі размер. Сол кезде бірінші алатын неңізді талдайсыз, сосын барып санын жазасыз, сосын корзина дегенді басасыз. Ал енді екінші түрлі размерінен тағы қосам десеңіз, онда корзинада тұрған тауарға тиіспей, мына жақта бос орынды түртсеңіз болды, қайтадан келеді. Сол кезде екіншісін талдап, және де мысалға 20 штук десек, 20 штук деп жазамыз. Осылай мына жерде корзина дегенді басамыз. Міне корзинада осындай тауарымыз болды. Мына жерде общий суммасы, доставкасы қосылмаған жағдайдағы общий суммасы тұр. Сосын корзинаға кіреміз. Болғаннан кейін, барлығын заказдарыңызды жинап болғаннан кейін корзинаға кірдік. Мына жерде төмендегі көк кнопканы басамыз, заказ жасау үшін.
Енді мына жерде атыңыз, телефон номеріңіз, қалаңыз өзіңіздің, менікін емес, өзіңіздікін жазасыз. Мысалға атыңыз Айнұр болса, Айнұр, номеріңіз мысалға 700-523, кез келген бір номер жаза салдым. Сіздер бұны жазбайсыздар, өзіңіздің номеріңіз, өзіңіздің қалаңыз жазасыз. Мысалға қалаңыз Астана болса, Астана деп жазасыз. Алматы болса, Алматы, қай қалада тұрасыз, соны жазасыз. Сосын егер регистрация жасамайтын болсаңыз, бұған тиіспеңіз. Сосын мына жерге сіздің қалдыратын сөзіңізді жазасыз. Мысалға сіз косметикаға барып, бізде солармен бірге жіберемін деп жіберуіңіз мүмкін, немесе мәлім біреуге бер деуіңіз мүмкін. Біздегі қыздардан мысалға Санай бар, Гүлназ әте бар, сол сияқты кісілерге бер деуіңіз мүмкін, бірге салдыру үшін. Немесе Астанада болсаңыз, Астанада мәлім біреудің номерін жазсаңыз, сол номермен, сол адамның тауарымен бірге сал десеңіз, не жазғыларыңыз келеді, бізге ескертетін жайттердің барлығын осында жазсаңыз болады. Осылай жазып қойсаңыз болады. Жазып болғаннан кейін мына жерде тауарларыңыз тұр. Енді Қазпоштаның ақысы тұр. Бұл жерде Қазпошта примерно есептелінеді салмағына қарай. Енді сіздерге тауарды салған кезде бұл суммадан аз болып жатса, онда сіздер қосып бересіздер. Енді көп болып жатса, бұл суммадан көп шығып жатса, сіздер қосып бересіздер. Аз болып жатса, біз артық алған ақшамызды сіздерге қайтарып береміз. Одан алаңдамаңыздар. Сосын фура. 3 түрлі жолы бар ғой. Қазпошта болса, осы жерден суммасы автоматты есептеліп тұрады. Общий сумма мына жерден шығып тұрады. Егер сіз фурамен алдыртатын болсаңыз, фура десеңіз, жаңағы Қазпоштаның ақысын азайтып қалды. Немесе өзіңіз келіп алып кететін болсаңыз, онда сол баға ешқандай доставкаға ақша қосылмайды. Мысалға фурадан болатын болса, сіз Астанадан алған кезде, жаңа мен Астана деп жаздым ғой мысалға. Ол кезде тауарды қабылдап алғанда төлейсіз. Мына жерде жақшаның ішінде ескертіліп жазылып тұр. Сосын барып заказать через WhatsApp дегенді басасыз. Мына жерде оплатаның 2 түрлі жолы бар. Бірі WhatsApp арқылы, екіншісі карта арқылы. Карта арқылы кейін бұйырса қосамыз, қазірше қосқамыз жоқ. WhatsApp, через WhatsApp заказ бере берсеңіздер болады. Қазіргі жағдайда тек қана осыны талдайсыздар. Сосын ұмытпаңыздар. Мынаны түртесіздер. Мынаны түртпесеңіз ары қарай заказ жасалмайды. Бұл енді жаңа келісім ғой, сіздің сайттың ережелерімен келісім. Егер ережелер толық оқимын десеңіз, мына жерде ең соңында тұрған қара жазуды бассаңыз, сол ережелермен толық таныса аласыздар. Мынаны галочка қойғаннан кейін, және шолып өтейін, мына жерде атыңыз, телефон номеріңіз, қалаңыз, өзіңіздікі. Сосын ескертуіңіз жазасыз. Жоқ болса жазбай қойсаңыз да болады. Сосын доставканың түрі Қазпошта ма, фура ма, өзіңіз алып кетесіз, соны талдайсыз. Сосын заказать через WhatsApp дегенді талдайсыз. Мына жерде галочка қоясыз, түртесіз, болды. Енді ары қарай заказды басып жүресіз, төмендегі көкті басасыз. Болды, енді WhatsApp-қа кетіп, маған осы данныйларыңыз, заказдарыңыздың барлығы маған барады. Осымен заказыңыз аяқталды. Мен сіздерге қалай төлем жасайсыз, соны Каспи Пейдің несін жіберем, ссылкасын жіберем, сол арқылы төлем жасайсыздар. Төлем жасалып болғаннан кейін біз сіздерге бір күн немесе келесі күні, заказ берілген күн немесе келесі күні тауарларыңызды салып жіберетін боламыз.